bir Nexia машина сатып алғанмын. 3000 долларға. Үйге келіп бір қуанып отырмын. Сөйтсем шешем қажылықтың киносын көріп отырып жылап отырған екен. Мен айттым, қажылыққа барғыңыз келіп отыр ма дедім. Кім барғысы келмейді деді. Сонда өзіме айттым, Әбдіғаппар, сен машина мініп көшеде жыртылдап жүрсең, сенің шешең дүниеде әйел болып перзент көрген жоқ. Оның көкірегі езіліп сүт шыққан жоқ. Бірақ сені бағып, сені осы дәрежеге келтірген уақытында, ол қажылыққа баруды арман қылса, сен машина мінгенше өлгенің артық емес пе дедім. Содан шықтым да, машинамды апарып фирмаға апарып тапсырдым. Шешеме паспорттарын апарып, визасын бәрін тоғырладым да, кететін күні шешеме айттым, анашым, сіз иншалла қажылыққа барасыз дедім. Қандай қажылық деген еді, паспорты мен визасын бердім. Сонда шешем, ақшаны қайдан алдың деді. О кісі біледі менің ақшам жоқ екен. Себебі мен барлығын шешеме айтам. Мен ана адамдарға ұқсап, бүтін ақшаны бәрін шешемнен тығып қатыныма беріп қоймайым. Шешемде тұрады. Мен айттым, қоя берсең істеуін, машинаны саттың ба деді. Мен айттым, иә, машинаны саттым деді. Онда мен бармайым деді. Енді бармайым, сен деді, енді жаяу қайтып жүресің. Сонда да мен ойлап жатыр. Енді сен қайтып жаяу жүресің деп жатыр. Сонда мен айттым, анашым, сіз Кабаның алдына барып тұрғанда, Аллахтан сондай бір дұға қылыңыз. Бұл машина дегенді мен нәске құсатып ауыстырам, иншалла дедім. Сөйтіп, анам қажылыққа кетті. Қажылықтан жылап дұға қылып келді. Құдайдың құдіреті 2005 жылы. 2005 жылдан бері мен бір машинаны 8 ай мінбептім. Мені ананың дуасы. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Егер бендем сені мен жайында сұраса, мен жақынмын. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Бірақ олар да менің айтқаным істесін дейді. Алла субхана тағала өзіне құлшылық қылғаннан кейін, өзіне шүкіршілік қылғаннан кейін, ата-ананы құрмет қылуға бұйырады. Алхамдулилла, бұл баршамызға өте үлкен сабақ болды ағайындар. Алла субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Күллу ман алайха фан ва ябқа ваджху раббика зул жалали вал икрам» дейді. Дүниеде барлық нәрсе өтуші. Жалғыз құдіреті ұлы болған Алла ғана қалушы. Ата-ана тірлік күнде құрмет қылып алайық. Тірлік күнде аяғын жуып, аяғын сүйіп, қолын сүйіп, атажан, анажанды құшақтап алайық. Құшақтап, сүйіп алайық. Біз бала кезімізде, олар бізді сүйіп, еркелетіп, өсірген еді. Біз бала кезімізде әкеміздің қолына қарайтын ек, олар көшеден кеше не әкелер екен деп, алма болса, киім болса алып қуанып қалатын едік. Енді не бір есерсоқ еркектер бар, үйге беймалал өгізге ұқсап кіріп келе береді, қолында еш нәрсе жоқ. Қартайған анаң отыр. Бірақ сен қатыныңа беретін нәрсен қалтаңа тығып келгеніңді, ол жүрекпен біліп отырады. Ол көзбен көрмесе де, ол жүрекпен біліп отырады оны сен. Bir anаңды қуанта алмасаң, bir anаңды разы қыла алмасаң, bir әкеңді қуанта алмасаң, бұл өмірдің не керегі бар? Мына кеше өздеріңіз естіңіздер, осы Алматыда самолетта адамдар қаза болды. Ешкім ойлаған жоқ еді. Біз білмейміз, біз қашан өлеміз. Бірақ қолымыздан келген жақсылығымызды істеп қалайық. Қолымыз